Сәлем достар, сіздермен бірге Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай французша еттің рецептісімен бөлісемін. Бұл тағам өте тез дайындалады және де бұл менің ең сүйікті тағамдарымның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керегі өте жұқа туралған картоп және де қызанақ, одан кейін ірімшік, көбіктеп туралған пияз бен тартылған ет керек болады, және де майонез бен тұз. Ыдысымызды сұйық маймен майлап аламыз, барлық шетін жақсылап майлаймыз, кейін картоптарымызды дәл видеодағындай етіп орналастырамыз. Бізде картоп өте жұқа болып туралу керек, егерде ірі болса, онда ортасы піспей қалады. Сол себепті картопыңызды барынша жұқа етіп турауға тырысыңыздар. Және де аралар осылай ашық болу керек, бір-бірінің үстіне картопты орналастырмаймыз, піспей қалады ортасы, сол себепті осылай араларын алшақ-алшақ етіп орналастырамыз. Кейін осы картоптың үстіне тұзымызды себеміз және де майонезімізді осылай жағып шығамыз. Кейін тартылған етімізді картоптың үстіне тегістеп жайғастырамыз. Тартылған еттің үстіне көбіктеп туралған пиязымызды осылай сеуіп шығамыз, немесе осы тартылған етпен бірге екеуін араластырып қосуға да болады. Ол өз қалауыңызша. Пияздың үстіне майонезімізді қайта жағамыз. Кейін картопты екінші қабатын осылай қойып шығамыз. Немесе тек қана астына ғана қоюға болады. Егерде піспей қалады деп қорқатын болсаңыздар, онда тек қана астыңғы бөлігіне картоп қойғандарыңыз дұрыс. Екінші қабатына картопты қою міндетті емес, тек қана астыңғы бөлігіне ғана картопты қойсаңыз, тамағымыз тез піседі. Кейін үстіне тұз себеміз және де осылай майонезбен тағы да жағып шығамыз. Ең үстіңгі бөлігіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Осы қабатына да тұзбен және де майонез қосамыз. Енді осы формамызды 180 градус қызып тұрған пешімізде 45-50 минут аралығында картобы мен тартылған еті піскенше пісіріп аламыз. Піскеннен кейін үккіштен өткізілген ірімшігімізді осылай барлық жағына салып шығамыз. Кейін 5 минут аралығында тағы да пешке салып аламыз. Ірімшігіміз осылай езіліп шығады және де қалауыңызша піскеннен кейін осылай бетіне аскөк себуге болады. Егерде суы көп болып кетсе, онда төксеңіздер болады. Осылай дастарханға ұсынамыз, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк пен подписка жасап, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.